ата жұртқа жоламаған істің барлығы биліктің жоспарымен трагедиямен аяқтайды. Бұның барлығы билік өздерінің жалған жарнамасын жасауға, Қазақстанда жалған еркіндік бар сияқты, жалған бір Қазақстанда бір демократия бар сияқты, еркіндік бар сияқты, әділ сот бар сияқты, тәуелсіз сот бар сияқты жалған ауанды қалыптастырып, батысты Еуропа мен Американы көзқаман қылып алдау үшін пайдаланатын бір құралға айналып қалады. Сондықтан Ақнардың артында қалған әке шешесіне қайғырып отырып, көңіл айта отырып, Ақнардың туыс туғандарына қайғыра отырып, көңіл айта отырып, мен ол кісілерге бір өтініш айтамын. Сендердің мәселелеріңді тек халықаралық деңгейде көтергенде ғана билік батыстың қысымынан қорқып, оны дұрыс шешуге тырысады. Ал егер сендер биліктің рұқсат берген лицензионный маймылдарыменен жұмыс жасасаңдар, Талғар ісі сияқты биліктің шоуының бір құрамына айналады. Момын жұртты қорқытатын, былайғы елге Қазақстанда тіл еркіндігі бар, сот еркіндігі бар сияқты жалған шоу көрсету үшін құралға айналып қаласыңдар. Ең соңында қыздарыңның нақақ өлімінің сыры ашылмай, өздерің уақыттарыңды жойып, энергияларыңды жойып, ең соңында биліктің сахнаға шақырған шоуының бір құрамы болып кеткендеріңді, ырықты ырықсыз қалде шоуға қатысып қалғандарыңды білмейсіңдер. Ойыншыққа айналдырып жібереді. Міне әңгіме осында жатыр. Енді тағы бір деректе Ақнардың ата-анасы сол Қытаймен бизнес жасайды екен, анау екен, мынау екен деген ресми ақпараттар келіп жатыр. Мен оларға қазірше баса мән берген жоқпын. Бастысы, зұлымдық болды ма? Болды. Енді зұлымдық жасаушылар сотталуы керек. Осы менің айтатыным. Ақнар ісі туралы менің жауабым осы.